Әні кешкі вайп басталып жатыр достар. Мінеки күн батып жатыр. Және жүгер сататындар, балмұздақ сататындар қаптап жатыр. Үндістер деген қуанып жүр шоңы. Where are you from, brother? Where are you from? I am from India. Which city? Bihar. Ah? Bihar. Bihar деген қаладамын дейді достар. Ek Bihari. Ed Bihari? So Bihari. Осы мінеки қараңыздар. Қандай керемет, а? Where from you? I'm from Kazakhstan. Қараңыздар. What's your channel name? Woo! What's your channel name? Rose. Rose. Yeah. And you? I don't have a channel. You happy? Yeah. I always happy. Мен бақыттымын, мен әрқашан бақыттымын дейді достар. Осы Гоадағы демалыс керемет болып жатыр. Керемет өтіп жатыр демалыс дейтін. Охо! Арендаға мопед алу керек. Сол кезде вообще керемет болады. Менің камерам деген сіздерге мына кереметті жеткізіп жатыр ма? Соған күмәнім бар. Осы бір аптаның ішінде енді сіздерге түсіріп көрсететін болам ғой. Гоаның қандай керемет екен. Бүгінгі күнде есептемегенде әлі шамамен 6 күн бар. Одан кейін Мумбайды көрсететін боламын. Және Агра, Варанаси, Калькутта, Джайпур, Дели қалалары. Осы достар комментария жазып және лайк басып кетіңіздер. Рахмет. Яқтан, короче, мороженое алдым достар. 30 рупияға осындай лед аласыз. Ледовый мороженое. What is it? A good ice cream quality was orange. Yeah. Nice ice cream. Жаңа ар жақтан жүгері жегем. Яқтан енді Good you friend. мороженое алып жатырмыз. Короче, достар, жалға мопед алып жатырмын арендаға. 2 күнге 800 рупия бердім. За 2 дня 800 рупия. Қазір тексеріп көретін боламыз. Where are you, brother? Yes. Міне менің паспортым. Yeah. Сіздерге беріп жатыр. Yeah. Окей? Тәнеке. Так, мопед осындай, короче.
2 күнге короче 800 рупия болды. Және паспортын қалдырып кету керексің. Осындай мопед. Енді нормально деп ойлаймын. Короче, бүгін бізде среда, сағат түскі 2:30 болды. Ал мен бейсенбі, жұма күні таңғы 9-да қайтарады екен. Жаман емес, болады. Енді көре жатармыз. Қазір енді бисмиллах деп айдап жүру керек. Өйткені бұны айдаған оңай емес. 2022 жылы мен құлаған мопедтан. Почтын шығып, өте опасный. Абайлап жүру керек. Енді мұнан алатын болдым, достар. Жаңағы мына мопедтің айнасы істемейді екен. Айнасы үшін ары бері желбірлеп тұр. Құласаң бычыт болады ғой. Вид ашылмайды вообще. Ну, осындай короче мопед алатырмын. Мына жағы сынған екен. Мына жағы сынған, короче, бычыт болған ғой. Артынан қарағанда да вроде нормальный сияқты. Мына жағы сынған екен сосын. Барлықтарыңа сәлем, достар. Бүгін мен Гоадағы орыс ресторанына келдім. Food Planet дейтін. Менюді қарасаңыздаршы. Барлығы орысша жазылған ғой. Мына жақта, короче, манго, авокадо дейді, көрдіңіздер ма? Мұнан барлығы орысша. Мына жақта ағылшынша. Және мынау бағалары. Қазір сіздерге бір пример көрсетемін. Мысалға, міне. Мынау, короче, біздің Саламбурудағы, Баханидағы примерно бір куриный бургер ғой. 310 рупия тұрады екен. Бұл дегенің бір 3,5 доллардай примерно. Осы енді. Және осындай көріністе қарап, теңізге қарап отырмын. Керемет жел соғып жатыр. Енді менің Гоадағы демалысым осылай өтіп жатыр. Андай жатып, демалыпшы. Анау туристический жерлерге барып саяхаттап жатқан жоқпын вообще. Енді оны бұйырса Мумбайға барғаннан кейін істеймін ба деп жатырмын. Өйткені мына жерде қазір демалып алмасам, кейін Мумбайда дұрыстап демалып алмайтын болып тұрмын ғой. Мен қазір өзіме жаңағы бір сорпаға заказ бердім, тауық сорпасына. Сосын бір грек салатына және 2 тал нан сусынмен. Соған заказ бердім. Ол енді бір ары кетсе бір 1000 рупиядай шығу керек. 1000 рупия дегенің 5,5 теңге. Көрдіңіздер ма? Қандай қымбат, Гоада қымбат барлығы. Демалсаңыздар да, не істесеңіздер де барлығы қымбат. Столдың үсті осындай болып жатыр. Ноутбук, мына жерде GoPro, зарядка, шнурлар, витаминдар, мына кроссовки, сумка. В общем, төсек осындай заттардың барлығы шашылып жатыр. Мынау жастық дейтін бар ғой. Тас сияқты ғой, тас. Тас сияқты ғой, кәдімгі тас. Жату мүмкін емес. Мына 2 сиропты мен Шри-Ланкадан көтеріп келдім. Осындай болып жатыр енді.
бөлмеміз деген. Бүгін бізде 26 ақпан сағат 12:30 болды, бейсенбі. Ал мен мопедпен пляжға барайын деп жатырмын. Қазір мопедпен жүргенді түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Міне, менің жатқан жерімнен осындай көрініс. Алдында да түсіріп едім ғой. Қазір тағы бір рет түсіріп көрсетемін сіздерге. Егер бұлай түзу жүретін болсаң, осындай жерден шығасың. Осындай көрініспен. Мына жақта, мынау да, короче, арендаға берілетін жататын не ғой, жататын жер. Мына жерде менің мопедім, анау қызыл тұрған мопедті мен алдым арендаға. В общем, қарасаңдаршы, осы жерде жатырсың, дәл мына 3-ші этажда жаңағы кокостар ғой, короче. Кокос, манголар, манго да. Енді мына көрініс вообще сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сиырмен екі, ана жерде бір сиыр бар, мына жақта бір сиыр бар. Және шөп, қора, және осындай керемет вид. Мына жерде тағы да бір бөлме бар екен. Бұл жерде адам жоқ енді. Осындай төсек қана, ана жастықтары тас сияқты. Бір стөлі бар екен. Ар жақта туалет, душ, и все. И мынандай вентилятор. Дәл менің бөлмемдегідей. Осындай. Ал мен қазір енді пляжға қарай жол тартайын. Мопедке отырып алып. Сосын көретін боламыз, не істейтінімізді. Бүгін бейсенбі, ертең жұма, ертең әр күні сенбі, жексенбі күні таңертең сағат 9-дарда мына жерді босатып, одан кейін білмеймін қаяқтан баратында, әйтеуір Мумбайға, Гоадан бір жерден автобус тауып, Мумбайға қаратай билет алу керек, және кету керек. Осы достар. Мінекей достар, мен мопедте келе жатырмын. Мопед айдап, осындай көшелермен. Орман ғой, орман. Джунгли. Қараңыздар. Қараңдар, қандай әдемі. Мына жақта ештеңке жоқ екен. Бұл жер біреудің үйі. Ештеңке жоқ екен достар. Қазір айналамызда қайттан өтетін боламыз. Мінекей. Мопедистар келе жатыр артынан. Бұлар айналып мені артынан әдейі келіп алды видеоға түсу үшін. Ba-da-bow, bow, bow.
500 рупия тұрады. Bir күнге. Мен 2 күнге алдым. 800 рупия болды. Бензин 100 рупия шамамен. 1 литр бензин. Ол дегенің бір 500-600 теңге. Бензин қымбат енді Үндістанда. Бірақ мопедке бір 3-4 литр бензин құйсаңыздар, ұзаққа жетеді. Осындай коттедждар. Негізі мен қазір камераға түсіріп келе жатырмын. Бірақ өте абай болу керек. Өйткені бұл қауіпті. Мен 4 жыл бұрын Гоада үштіп қолымда телефон, карта қараймын деп өшім салам алейкум болған, мопедтен құлап, аяқ қолымның барлығы жара ақсандап жүре алмай, укол салдырып. Сондықтан да өте қатты мұқият болу керек. Мен қазір 15 пен айдап келе жатырмын. Өте абай болу керек, сақ болу керек. Және айдаған кезде қорықпай, жаңағы на релаксе айдау керек та, әйтпесе қорқып мандыра ұштап соғыласың бір жаққа. Сондықтан да абай болып жүру керек. Міне жақта туристар бар екен тағы да. Артында бір қыз келе жатыр. Басып айдайды бұлар. Басып тұрып айдайды, басып. Короче, достар, Гоада местный үндістер үй салып жатыр. Үй болғанда кішкентай времянка. Осылай салады екен. Крышасы бар. Кірпіштерін құрап қойды. Енді сыртын сылап жатыр да, короче. Біздегідей Қазақстандағыдай, Қазақстанда да осындай болады ғой негізі. Үй салатын болсаңыздар, времянка салатын болсаңыздар, барлығы осындайдан басталады. Әжем екен бай. Hey! Местный үндістер. What is your name? Nice to meet you. Міне, осылай. Короче, достар, киімдерін жудырдым. Осы, короче, 250 рупия болды ғой. Мына жерде. Орысша жазбаған көрдіңіздер ма, Россиядағыдай. Прачечная, там, машинная, стирка, сушка, глажка, приятный запах. В тот же день дейді, короче. 250 рупия болды ғой, 250 рупия. Осылай енді, саяхаттасаңыздар, киімдерді жуу керек. В общем, жағдай осылай, короче, достар.